Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай аштықсыз бір жасағаннан керемет болып шығатын жеті шелпек пісіретін боламыз. Дәл осы рецептпен пісірсеңіз, ешқандай өкінбейсіз. Ал менімен бірге болыңыздар. Ал бисмиллах деп бастайық. Ұнымызды салып алып, ыстық қайнаған суымызды құйып, тұз салып ерігенше араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, суымызды аздап құйып, араластырып, бірінші қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Бұл жерде бір ескеретін жағдай, суымыз ыстық, қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін сәл суығанша қасықпен илесеңіздер болады. Бізде қамырымыз өте нәзік қамыр шығады. Өйткені қамырымызға май қосылған, сол үшін өте нәзік болады. Ал осы қамырды енді жетіге бөліп алатын боламыз. Дәл осы рецептпен істесек, ровно бізде 7 шелпегіміз шығады. Ешқандай да көбейіп те кетпейді, азайып та қалмайды. Барлығын осылайынан зуалаларға бөліп, бірдей қылып бөліп алатын боламыз. Барлығын бірдей қылып, осылайынан ұн сеппейміз. Ұнсыз өте әдемі істеледі бізде. Достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Қазақ контентінің дамуына үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Дәл осылай жұқа қылып, барлығын бірдей жайып алып, қызып тұрған майымызға екі жағын бірдей қылып, әп-әдемі қылып пісіріп алатын боламыз. Айналдырып отырып пісіреміз. Өте әдемі әрі нәзік болып, бірден жасап кете бересіздер. Аштуын күтіп отырмайсыздар. Іші толықтай пісетін болады. Осылайынан екі жағын бірдей қылып пісіріп алатын боламыз. Ал екіншісінде көрсетейік. Қызып тұрған майымызға бұны да саламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер қалай жасайсыздар? Өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Мінекей, қып-қызыл қып, сарғыш қызыл қып піседі бізде. Өте әдемі шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Мінекей, бізде осындай сұлулық шықты. Менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздермен болған Бибайша. Кездескенше қош сау болыңыздар.